Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық, қуанышты жаңалықты жеткізгім келіп отыр сіздерге. Неге дейсіздер ме? Әзербайжанның астанасы Бакуден сүйінші хабар келіп жетті. Жалғыз қазақ елі үшін ғана емес, бүкіл түркі әлемі үшін. Алдымен ресми ақпарат сіздерге оқып берейін, содан кейін осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Түркі мемлекеттері ұйымының жанынан құрылған түркі әлемі ортақ әліпби комиссиясы 34 әріптен тұратын ортақ түркі әліпбиін бекіту туралы шешім қабылдады. Мына Астанада орналасқан, бас кеңсесі Астанада орналасқан түркі академиясы 9-11 қыркүйекте Әзербайжанның астанасы Бакуде түркі әлемінің ортақ әліпбиі комиссиясының 3-ші отырысы өткен мәлімдеген болатын. Осыған сәйкес 2 жылдық жұмыс тәжірибесін пайдалана отырып, түркі тілдеріне ортақ әліпби жобасы бойынша жұмысы пысықтау болған. Және осы жұмыстардың нәтижесінде 34 әріптен тұратын ортақ түркі әліпбиі туралы ұсыныс бойынша келісімге қол жеткізілді. Керемет емес пе? Негізі бұл ортақ әліпбиді жасау идеясын Түркияның президенті Ердоған түркі елдері ұйымының саммиті кезінде ұсыныс тастаған болатын. Енді ол тек ұсыныс түрінде емес, соны ғалымдар зерттеп, түркі әлеміндегі қаншама оқымысты ғалымдар зерттеп, осы 34 әріптен тұратын ортақ әліпбиді бекіту туралы бір келісімге келген екен. Халайық, керемет емес пе? Қаншама жылдар бойы мыңдаған, миллиондаған халықтың арманы болып келе жатқан дүниемізге осындай зерттеушілердің арқасында қол жеткізіп жатырмыз. Түркі әлемінің бірлігінің нәтижесі әрине бұл. Тек сөз жүзінде емес, іс жүзінде жүзеге асырып жатырмыз. Халайық, дәл осы қуанышты жаңалықты естіп отырған кезде менің есіме бірден мына бір тарихи оқиға түсті. 1926 жыл. Дәл осы Әзербайжанның Баку қаласына 1926 жылы Алаштың ардақтысы, мына ұлтымыздың әкелерінің бірі, қазақтың бүгінгі әліпбиінің негізін қалаған Ахмет Байтұрсынұлы атамыз осы Бакуге барған еді. 1926 жыл. Сол кезде бүкіл әлемдегі түркітану істерінің ең мықты білгірлері, мына Венгрия, Германия, Түркия, мына Кавказ елдерінен, мына біздің қазақ даласын сол кезде Ахмет Байтұрсынұлы делегацияны бастап барды. Делегацияның сол кезде 131-ге жуық делегация қатысқан екен өкілдері. 130-дан астам сондай өкілдері қатысып әлемнің. 40-тан астам баяндама оқылған сол кеңесте, Бакуде өткен. Ол кезде біз кеңестер одағының құрамындамыз. Қашып пысып жүр алаштың арыстары. Біреуін ұстап кетіп жатты, біреуін атып жатты, біреуін түрмеге қамап жатты, біреуін Сібірге жер аударып, қашып пысып күн көріп жүрген кездері. Сол кезде Ахмет Байтұрсынұлы атамыз Бакуге келді. Мына түркітану істерінің шеберлері, білгірлері, ғұламалармен кеңесу үшін. Сол кезде осындай латын алфавитіне байланысты неше түрлі ұсыныстар айтылды. Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың сол кезде жасаған ерліктерін біз тәуелсіз Қазақстанда отырып, әрине рахатын көріп жатырмыз ғой. Ойлап қараңыздаршы. Сол атамыздың құрастырып кеткен әліппесімен әлі күнге жүріп жатырмыз ғой. Қалай ризашылығыңды айтпайсың мұндай данышпанға. Біз үшін, біз сияқты ұрпақтар үшін өмірін қиып кеткен адам ғой. Өмір оған қайтадан берілмейді, бірақ ол сол біз үшін өмірін қиып кетті. Ахмет Байтұрсынұлы атамыз, Ілияс Жансүгіров, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов сияқты, Мағжан Жұмабаев сияқты аталарымызға қалай риза болмайсың өз өмірлерін біз үшін құрбан етіп кеткен үшін. Солардың ерліктерінің арқасында бүгін біз ділімізді сақтап қалалдық. Ұлттық болмысымызды сақтап қалалдық. Солардың жанқиярлық ерлігінің арқасында. Дүние қуып, мал жинап, атақ қуып кеткенде біз мұндай болмысымызды сақтап қалар ма едік? Міне нағыз ұлттың қаймағы, нағыз интеллигенция, нағыз ұлтының жанашыры. Сол Ахмет Байтұрсынұлы атамыз 1926 жыл Бакуге барып баяндама жасады түркологтардың алдында, түркітану ісінің мамандарының алдында. Қақ төрден орын берді.
Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың видеосы жақында ғана табылды, сол Бакуге барғандағы видеосы. Жеке мұрағаттардан табылған екен. Егер Ахмет Байтұрсынұлы атамызға айтқым келетін, енді жаңағыдай, менде осы халықтың ұлымын ғой, сіздер де осындай сезімде отырған шығарсыздар деп ойлаймын. Ахмет ата біздің осындай жаңағыдай жайбасарсың деп бізді сөге жамандай көрмеңіз. Әрине сіз сияқты біз қан кесіп жүріп шайқаспасақ та, әйтеуір сіздің кезіңіздегідей емес. Қазір біз бір мемлекеттің қол астындағы халық емеспіз. Әйтеуір шүкір, тәуелсіз мемлекет, біз өзіміздің президентіміз бар. Әрине бұрынғыдай сіздердің кезіңіздегідей атып соғып, ұрып соғып, ит жеккенге айдайтын заман өтті. Сіздердің кездеріңіздей қуғын сүргіннің заманы өтті. Қазір біз Ресейдің қол астында емеспіз, Кеңестер одағының қол астында емеспіз біз қазір. Әрине жасыратын жоқ, ауық сол Кремльдің ашу ызасы бізге де жаңағыдай салқын тигізіп кетеді. Бірақ біз қазір тәуелсіз елміз. Қазақ елі оянып келе жатыр, қазақ елі тіріліп келе жатыр, қазақ елі ұлт екенін сезініп келе жатыр өзінің. Қазақ тілінің мәртебесі күн өткен сайын талап етілетін болып келе жатыр. Биік мінберлерде кезінде тек орыс тілінде ғана баяндамалар жасалып, түсінсе де түсінбесе де тыңдап отыратын заманның келмеске кетіп бара жатыр. Қазіргі кезде халқымыз әр дүкеннен, әр сауда орындарынан, әкімшіліктерден, министр, депутаттарға дейін қазақша сөйле деп емін-еркін ашық айтып өз ойын талап ете алатын болды Ахмет ата. Соның барлығы да кезінде сіздердің жанқиярлық ерліктеріңіздің арқасында. Сіздер дәл солай күреспесеңіздер, білмеймін бүгінгі кезде қазақ тілінің, қазақ халқының жағдайы қандай боларын. Сондықтан сізге үлкен рахмет айтамын, бүкіл алаш арыстарына рахметімді айтамын. Шынымды айтсам, қуанып отырмын қазір. Мына Әзірбайжанның астанасы Бакуден осындай хабарды естіген кезде, сіздің Бакуге барып, сол кезде алмағайым заманда дүние астан кестең болып жатқан кезде, советтер үкіметі, большевиктер төбелеріңізден әңгір таяқ ойнатып жатқан тұстары, ұлтыңыз үшін қайтпастай қайсар болып, халқыңыздың тілі үшін күрескеніңізді ойлап, кәдімгідей үлкен құрметім артып кетті сізге деген. Қалай айтып жеткізерімді де білмей отырмын. Бүкіл қазақ халқының атынан сізге, қазақтың тіл жанашырларының атынан үлкен ризашылығымды айтқым келеді. Сіздің сол Баку сапарыңызда қысылтаяң кезде қандай қысылтаяң шақта барып ұлтымыздың тілі үшін күресіп жүрдіңіз. Өзіңіздің өміріңізді, бір-ақ рет берілетін өміріңізді қиып халқыңыз үшін солай еңбек еттіңіз. Соның жемісін бүгін біз көріп жатырмыз, ұрпақтарыңыз көріп жатыр. Және сізді ұлттың ұстазы ретінде құрметтейміз. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы. Бакуден осынау қуанышты хабар жеткен кезде, түркі әлемінің ортақ әліпбиін бекіту туралы келісімге келген осынау хабарды естіген кезде, сіздің ерлігіңіз есімізге оралды. Біз сізді ұмытқан жоқпыз. Қазақ барда, қазақ тілі барда сіздің есіміңіз ұмытылмайды. Құрметті халайық, бұл хабарды мен үлкен қуанышты сезіммен айтып отырмын негізі. Сондықтан бұл хабарды, түркі әлемінің ортақ әліпби туралы бұл жаңалықты бүкіл таныстарыңызға WhatsApp топтарына таратып жіберіңіз.